Қазақтың қолында жазбаша десең де, ауызша айтылған десең де, құндылығын жоғалтпаған, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бүгінге жеткен ұлт болмысы туралы деректер сақталған. Жалғыз құнды құжат бар екен. Ол шежіре. Қазақ қабырғасы қайысып, жаумен күресіп, қан құсып, тарихи деректері жыртылып, қалалары қирап, өртеніп, бәрінен айырылып, небір нәубет заманды басынан өткізген тағдырына қарамастан, шежіресін жоғалтпай сақтаған. Шежіре сондықтан нелер құқайды басынан өткізіп, қазақпен бірге өліп, бірге тіріліп, талай ғасырларды артқа тастап, бүгінге жеткен ұлы мұра. Шежіре деп қалсаң, шежіре туралы аузыңды ашпа. Ол тайпалық, тобырлық көзқарастар жиынтығы деп ауыз аштырмайды бәз біреулер. Анда-санда бірен-саран қазақ, шежіре қазаққа керек, ол біздің дүниетанымымыздың бір саласы деп қалғанда, ішің жылып қалады. Менің ақиқат атты осы кітабым көнеден де көне, шежіре ілімінің тыңына ғылыми көзқараспен түсірілген тұңғыш түрен. Қала мен қорған қассақ, мәдениет, шежіре қассақ, ұлтымызды табамыз. Шежірені ғылымға сүйеніп дәлелдеп, дәрежесін өз биігіне көтеріп, ұлы ілім екендігіне өзіміздің де, басқалардың да көзін жеткізейін. Шежірені ғылым арқылы зерделеу ақиқатты табудың кілті. Қазақ шежіресін небір ғұлама адамдар зерттеген, небір тұжырымдар жасаған. Зерттеудің қорытындысы қазақ шежіресі деген ұлы сөзді родоплеменный состав казахов деп аударып, сағын сындырумен тынған болатын. Зерттеуші ғалымдар шежіренің сағын сындырған деп кесіп айтып отырған себебім, қазақ шежіресі деген ұғымды ғалымдардың орыс тіліне родоплеменный состав казахов деп қалай болса солай аудара салуы қазақтың ұлттық дүние танымына жасалған ғылыми қиянат болатын. Сондықтан дұрыс аударылмай, қиянатқа түскен қазақтың шежіре атты ұлы дүние танымының ғылым тіліне қалай аударылуы керектігін дәлелдеп көрейін. Жалпы, генеалогическая ветвь, родословная, генеалогическое древо, родоплеменный состав деген түсініктер ғылыми ортада болсын, кейбір ұлттардың түсінігінде болсын, баяғыдан бар, жоқ деп айта алмаймыз. Біздің адасып отырған себебіміз, қазақ шежіресі деген түсінікті родоплеменный состав казахов деп қалай болса солай орысшаға аударған аударманың маңынан шыға алмай, осы аударманы дұрыс деп тауып, қазаққа тиесілі дүниетанымдық көзқарасымызды өзіміздің кемсітіп отырғанымыздан. Шындығында генеалогическая ветвь, родословная, генеалогическое древо, родоплеменный состав деген түсініктердің қазақ дүниетанымында тамаша баламалары бар. Сондықтан нақтылап аударып, әр түсінікті өз орнына қояйық. Генеалогическая ветвь. Генеалогия – үрім. Ветвь – бұтақ. Сонда қазақшасы үрім бұтақ. Үрім бұтақ сөзі қазақ ұлтының түсінігінде баяғыдан бері бар. Сонымен генеалогическая ветвь – үрім бұтақ. Екінші, родословная. Родословная қазақтың ата-тек деген сөзіне сәйкес келеді. Ата-тек деген сөз қазақ ұлтының түсінігінде баяғыдан бері бар.
Генеалогическое древо, генеалогия үрім, древо ағаш. Қазақта үрім ағаш деген түсінік жоқ, болғанда емес. Қазақта әулие ағаш немесе бәйтерек деген түсініктер бар. Бірақ бұл сөздердің қазақ шежіресіне еш қатысы жоқ. Родоплеменный состав. Родоплеменный состав. Рода туылған, племенный тайпа, состав құрылым. Қазақ ешқашан бір-бірінен туылған тайпалық құрылымын қандай деп жөн сұрамаған. Сұрамайды, сұрағанда емес, болашақта да сұрауға тиісті емес. Яғни, генеалогическое древо, родоплеменный состав деген сөздердің қазақтың дүниетанымы мен шежіре іліміне ешқандай қатысы жоқ. Қазақ шежірені атам заманнан бүгінгі күнге дейін ұлт болмысын саралап, ұрпақ арасын жалғап, тұқым тазалығын зерделеп отыратын кіндік қанымыз тамған ұлы құжат деп түсінеді. Олай емес десең, айта алмайсың. Енді қазақтың шежіре жайлы түсінігі қазіргі заманның дамып келе жатқан генетика ғылымына тиесілі кейбір зерттеулердің нәтижелерімен сәйкес болып шығатынын айтып шығу үшін алдымен сол ғылыми тұжырымдарды мысалға келтіре отырып дәлелімді тұйықтайын. Ғылым, генетика, наука о законах наследственности и изменчивости живых организм деп ақиқатты шыңға шығарады. Демек, бізде аспанға қарап отыра бермей, шежіре, наука о законах наследственности и изменчивости живых организмов дегеніміз жөн болады. Осылай, генетика ғылымының тұжырымын пайдаланып, дәлел түсіріп айтқанда ғана айтылмақ ой, дәлелдемек бағытымыз ғылымға бет бұрып, төбемізді көкке жеткізеді. Ал бұл ойымыздан кейін ақыр заман орнап, әлем төңкеріліп қалмайды. Осы ойды негізге алып, қазақ ұлтының дүниетанымдық түсінігі мен генетика ғылымының түсініктері жымдастыра кіріктіру үшін шежірені генетика деп аударып, ұлттық дүниетанымның тағы бір құпиясын ашуға жол салуымыз керек. Осы ақылға тоқтадым да шежірені генетика деп аудардым. Шежірені генетика деп аударғанда туындаған керемет жағдай, ол біздің қазақ сөзін копай клетку деп аударып, ол сөздің цитология түсінігімен астаса қабысып, ғылыми жүйе құрып шыққаны. Себебі цитология деген клетканы зерттейтін ғылым, ал генетика сол клетка арқылы тұқым қуалау мен өзгергіштігін зерттейтін ғылым. Қазақ цитология, шежіре генетика. Керемет қауышу, ғылыми табысу, құдіретті заңдылық өмірге келді. Қазақ пен шежіре бір тұтас, цитология мен генетика бір тұтас. Шешім қабылданды. Шежіре генетика. Оның үстіне генетика сөзі гректің генесис сөзінен тамыр алып, орыс тіліне происхождение болып аударылады. Сонда қазақ шежіресі деген сөзіміз ұлы түсінікке айналып, ғылым тілінде генетика, генезис, происхождение казақов болып мағынасы нақтыланып, ғылыммен табысып, қазақ дүниетанымының ұлылығын асқақтатады. Шежіре генетика. Ақиқаттың төбесіне байрақ тіккізген ұлы дәлел. Шежіре туралы түсініктің апай-топай шығып, түп тамырымен өзгерді. Сонымен, қазақтың құлағына ғасырлар бойы сіңісті болып кеткен қарапайым қазақ шежіресі деген сөзі генезис, генетика, происхождение казахов болып, ғылым тіліне аударылып, керемет болып сөйледі. Бітті. Барлығы түсінікті. Барлық ой жаңадан басталады. Ақиқатпен қауышқаннан артық ешқандай құндылық жоқ.
Шежіре, генетика, генезис, происхождение, Казақов. Бітті, заңдылық түзіліп, ой тұрақтады. Енді артқа қайтар жол жоқ. Ақиқаттың арайы оңынан арайлап, шежіре сөзінің генетика болып аударылуы қазақ дүниетанымының ұлылығын ақиқаттап, даңқын асқақтатып, қырандай қомдап, қанатын бекітіп, көкке өрлететін сенсация. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 50-53 беттердің аралығы.